Жұлдызды жекпе-жек, бірақ бұл жолы өнерпаздар сахна төрінде емес, боз кілем үстінде белдеседі. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында танымал әншілер, актерлер мен айтыскер ақындар қазақша күрестен сынға түсіп, араларындағы мықтыларын анықтайды. Өнер барысы атты жоба Хабар агенттігінің қолдауымен ұйымдастырғалы отыр. Тақырыпты әріптесім Риат Шони жалғастырады. Чемпиондар жайлы ән айтқан Қайрат Нұртас енді өзі спорттық бәсекеде күш сынаспақ. Белгілі әнші наурыздың 21 күні өтетін өнер барысы додасының қатысушысы. Бұдан бөлек кинода батырлардың рөлін сомдаған Артур Төлепов, Еркебұлан Дайыров, Асылхан Төлепов сынды актерлер де өз кейіпкерлері секілді қара күш иесі екендіктерін дәлелдемек. Сырға таққан, шаш бояған, ыңырсыған, жабысқақ денесін көрсетіп тұратын киімді киіп тыртың етіп билеген өнер адамдары біздің жастарымызға үлгі болмасын. Біздің жастарымызға үлгі болатын шынымен білекте, әрі жүректі, мінезді, ер мінезді, отбасына еге болатын сондай азаматтар болып тәрбиелеуіміз керек қой. Сол идеядан шыққан негізі. Айта кету керек, қатысушылар арасында кәсіби спортшы жоқ. Танымал тұлғалар татами төріне бала кезінде ғана шыққан. Сол себепті іріктеуден іркілмей өткендер 3 айдан астам уақыт бойы спорт залда шынығып жүр. Олардың арасында белгілі пародист, өнер қырандары театрының актері Сырымбет Бибосынов та бар. Спорт залға барайық, денсаулыққа мән берейік халайық. Дайын болса жаттығуды бастаймыз. Кез келген жығамыз деп тұрмыз ғой бұйырса. Так что дайындала беріңдер жігіттер. Серік Ибрагим бірінші. Серікке. Серікте енді ол кішкентай, қатты ондай күші жоқ, ондай. Оны алам да, просто бит. Фред не аласынам. Сигош кете бер. Демала бер. Нұрболат Абдуллин. Нұрболаттың кішкене бойы ұзын кішкене. Нұрболатқа енді қатты бит жамбасқа кіремайсың, просто аласың. Опа! Нұрболат. Демала бер. Алматыға билет бар, қайта беріңдер. Жарысқа қатысушы өнерпаздардың дайындықтары қызу. Барлығы да бір-бірін тізе бүктіремін деп қамданып отыр. Ереже бойынша белдесуге 16 мен 36 жас аралығындағы өнер адамдары қатысылады. Олар 74 келіге дейін және 75 пен 90 келі аралығындағы салмақта күш сынасады. Кейбір азаматтар ойлауы мүмкін, танымал азаматтарға бір жеңілдік жасауы мүмкін, күреске ұқсас пародия болуы мүмкін деп. Ондай ойдан ада болуын сұраймыз, өйткені барлық талап ортақ ұлттық құндылықтарды сөз емес іс жүзінде насихаттаудың, оны жасөспірімдердің арасында ғаламторда насихаттап кең таратудың бірден бір тиімді құралы болады деген ойдамыз. Дәл осындай жобалар бізге керек, сол себептен де Хабар агенттігі қолдап отыр. Танымал тұлғалар арасындағы өнер барысы жарысы наурыздың 21 күні Дәулет спорт кешенінде өтеді. Басталу уақыты 14:00. Сонымен қатар бұл сайыс Хабар телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі. Ал бұл күні уақыты болмаған жандар үшін наурыздың 23-інде турнир қайталанады. Риат Шони, Ержан Рахманбердиев, қорытынды жаңалықтар.